Ма уриду минхум мин ризқин. Қараңыздар. Жер бетіндегі ешкімнен мен ризық қаламаймын дейді. Мен мұқтаж емеспін дейді. Өйткені ризық деген нәрсе нені білдіреді? Мұқтаждықты білдіреді. Яғни бізге ризық керек, біз мұқтажбыз. Алла Тағала бізге әсте мұқтаж емес. Ол ешкімнен ризық сұрамайды. Ва ма уриду минхум ан ютғимуни. Мен ешкімнен сұрап отқан жоқпын ғой дейді. Мені тамақтандырыңдар дегендей нәрсені. Яғни мен ешкімге ауырлық салып отқан жоқпын дейді. Мен сені жараттым, сен жоқ едің дейді да, сені мәңгі жәннатқа қарай кіргізіп жіберу үшін. Басқа қандай проблема бар дейді. Міне. Осы нәрсеге қарай сенетін болсаң, біл мақсатыңды, сен мен үшін жаралғансың дейді. Сол менің хақымды атқарып беретін болсаң, ең бақытты боласың. Мәңгі жәннатта ертең. Нахну нарзуқука. Біз сені ризықтандырып отқан ей пайғамбар. Ризық мәселесінде әдеп. Бір кәсіпті істеп жүрдіңіз. Алла Тағаланың қалауымен табыс көбейе бастаған сияқты. Яғни молайып келатқан сияқты. Сол молайып келатқан кезде шайтан бізге бұлай келеді. Намаз оқып, 5 уақыт намазың болғаннан кейін Алла Тағала беріп жатыр ғой деп. Осы жерде байқаңыз. Бұл жаңағы сынақ жағы молайып келатқан кезде сіз қорқыңыз. Алла, мынау мені адастырып кетпесін. Бірақ Алла Тағала сізге қалады бұны беріп жатыр. Олай болса не істеймін? Ол сізге молайтып жатқан кезде енді сіздің құлшылығыңыз молаю керек екен. Болды. Сіздің аяқ астынан нәпілдеріңіз көбейе бастау керек. Пайғамбарымыз тағы артық қандай намаз оқып еді. Пайғамбарымыз артық тағы қандай зікір жасап еді. Немесе жаңағындай жұмсау, біреуге апарып беру, бір мұқтажды жағдайын шешу. Болды, осы нәрсе істеліп жатса, онда сіз бұл малды көтере алатын адам болып саналасыз да, Алланың қалауымен. Сөйтіп, ләин шакартум ләзиданнакум, шүкір еткен болсаңдар, тағы арттырам дейді. Олай болса сізге бұндай малды тапсыра алады аманатта. Яғни сіз арқылы енді қоғамда біраз проблемаларды шешеді Алла Тағала. Міне, осы нәрсені айтады пайғамбарымыз. Неғмал мәлу солих фи яди раджулин солих. Салиқалы ердің қолындағы салиқалы мал қандай жақсы. Артық келіп отыр ма? Болды, сізден де артық шыға беру керек. Нәпілдеріңіз көбейе берсін. Артық беріліп отыр, көбейе берсін. Міне, осы нәрсе. Одан кейін екінші нәрсе, бейбіт заманда тарылып барадыр. Керісінше тарылып барадыр. Ана кранда суды ашқан кезде көп ашылып тұрады ғой. Сосын бір күні бүйтіп ашсаң, ақпай қалады. Бір капля, бір тамшы, 2 тамшы деген нәрсе. Бірақ тамшылап тұрады. Сізді тамшысыз қалдырмайды. Соны біліңіз. Сол бір тарылып, бір тамшымен ғана келіп отқан сияқты. Сол кезде Алла сізді де, әйеліңізді де бәрін сынайды дейді. Әйеліңіздің, екеуіңіздің араңыздағы мақсаттарыңыз, ақырет пе, дүние ме, соған дейін сыналады. Осы саған күйеуге шыққаннан бері жарымадым ғой деген сөздерге дейін бару мүмкін да. Неге? Өйткені мақсат, екеуміз дүние үшін емес, ақырет үшін қосылдық қой. Айша анамыз не үшін айтады мысалы? Не үшін сондай хадистерді айтады? Біз апталап от жақпайтын күндер болған дейді. Яғни біз бірге сабыр етіп жүрдік дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Тас байлап алған. Фатима пайғамбарымыздың қызы бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп, "Я Аллахтың елшісі, құрсағым ауырып бара жатыр. Бір тас қойып алдым ішіме" десе, пайғамбарымыз көйлегін көтеріп 2 тасты көрсетеді. "Қызым, мен саған не істей алайын" дейді. Бәріміз сынақтан өтіп отырық. Кейде біреуді Алла Тағала осындай дәрежесін мол қылып көтеру үшін сынайды. Біреуге жаңағыдай тарылып қалған кезде мен нені ойлау керекпін? Мен бірақ нәрсені ойлаймын. Менен біраз күнәлар кетті деген. Міне. Олай болса мен не істеу керекпін? Астағфирулла деген сөз азайып кетті менде. 5 жыл өтті айтпағаныма дұрыс. Олай болса астағфирулланы зуылдатып өзендей ағызу керек мен қазір. Түсіндіңіз ба? Сондықтан жаңағына Нұх сүресінде Алла Тағала Нұхтың қауымы міне жұт болып жатыр, осындай болып жатыр деген жаңағыдай шағымдарды айтқан кезде фақульту, Нұх айтады, мен айттым оларға, истағфиру роббакум, кешірім сұраңдар Раббыларыңнан, иннаху кана ғаффара. Егер кешірім сұрайтын болсаңдар, Раббыларың сендердің сондай кешірімді дейді. Сол кешірумен бірге не келеді қараңыздар?
юмдиді алейк юрсилис сама алейкум идрара. Көптен бері жаумай тұрған жаңбырды жаудырады. Бітті, жаңбыр кетті, жер, өсімдіктер, егіндер шығып жатыр. Ва юмдиткум би амуали ва банин. Сондай-ақ ана мал дәулеттеріңді қуаттай түседі дейді. Саудаларыңды, тағы не? Көптен бері болмай жатқан балаңды да береді дейді. Қарастыр. Балаларын да көбейтіп берем дейді. Кейде баланың болмауы да күнәмен байланысты екен. Кешірім жоқ, сұрамаймыз, кішіреймейміз деген иманалар. Сол секілді ваяжаллакум жаннат, сендерге бақшаларды өсіріп шығарып береді. Ваяжаллакум анхар, сендерге өзендер ағысып береді. Осының барлығының келмей тұрған себебі не дейтін болса, кешірші Раббым деген кішірейім жоқ болып кеткен екен. Міне сол кешірім сұрау менде көбейген кезде, жаңа тарылған кезде мен соны істеу керек. Болды. Басқаша ештеңе істей алмайсың оған. Көрдіңіз ба? Бір психологқа баруыңыз мүмкінсіз. Немесе тағы біреуге осындай бизнес жүрмей жатыр, біреулерге жолымды ашып берші, жабылып қалды деген. Күнә жауып тастаған болды. Алла тағала жауып тастаған, енді Аллаға ашады оны. Басқа ешкім ашамайды оны. Ол белгілі бір мерзімі бар. Міне сол уақытта мен астағфируллах ва атубу илейхиге кіру керек. Алла, кешіре көр, тәуба қылдым саған, кешіре көр, тәуба қылдым. Сол кездегі күнәмді есіме алып отырмын, кешірші мені. Сол кезде біреуді ренжітіп қойғаным, кешірші мені. Алла тағаладан істеп жатырмын, кешірім сұрап жатырмын. Алла тағала кешіріп, жаңағы талып баратқан нәрсені қайтарар өзінің нормасына әкеледі.